Жоғары дәрежелі білікті мамандар өндірісі қарышты дамып келе жатқан мұнайлы өлке үшін басты проблемалардың біріне айналған. Өңірде соңғы 20 жылда әлемдік деңгейдегі компаниялар ірі жобаларды жүзеге асырып келеді. Мұндай күрделі нысандарды салу ісіне білікті дәнекерлеушілер мен құрылысшы мамандар мыңдап қажет. Өкінішке орай, жергілікті кәсіби техникалық оқу орындары толық талапқа сай маманды әлі күнге даярлай алмай келеді. Сондықтан құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізетін ірі компаниялардың барлығы өздерінің өндірістік базасында арнайы оқу орталықтарын ашуға мәжбүр. Әсіресе осындай колледжден, училищеден үлкен жақсы мамандар дайын болып, осы үлкен стандартқа сәйкес келсе, біз әр уақытта біз жағымыздан үлкен бір финанс жағынан да болса да бізге үлкен бір көмек болатын сөзсіз. Сондықтан менің осы айтарым, болашақта әсіресе сол сапа жағынан көбірек көңіл бөлсе. Кәсіпкерлер палатасының аймақтық бөлімшесі бұл мәселені шетелден сарапшы маман шақырту арқылы шешпек ниетте. Қазір Еуропадан келген маман жергілікті оқу орындарының шеберлеріне өндірістік және теориялық салалар бойынша сабақ беруде. Жергілікті оқытушылардың біліктіліктері әртүрлі деңгейде. Өз ісінің асқан шеберлер де бар. Мен болашақ мамандарға қалай тәлім беру, алдымен нені меңгерту қажеттігін үйретіп жатырмын. Барлық тәжірибемізді біріктірсек, нәтижесі де сапалы боларына сенімдімін. Жалпы шетелден оқытушы шақырту жобасы арзан дүние емес. 3 апталық курстың өзі 36 000 еуроға шыққан. Бұл әрине шетелден жұмысшы шақыртудан тиімді. Өйткені бүгінгі студент ертеңгі отандық маман. Әр кәсіби маман шетелдік біріккен компаниялардағы қазақстандық үлесті арттыруға септігін тигізбек. Бұл біздің енді өзіміздің жағдайға келетін болсақ, біз бұндай білікті шетелден мамандарды алдыра алмаймыз, оған қаржымыз да жетпейді. Сол себепті кәсіпкерлер палатасына бір жағынан ризашылық сезімімізді білдіріп жатырмыз. Осы 3 апталық оқу тәжірибе алмасу сабақтарына облыс аумағындағы кәсіби техникалық білім беру орындарынан 20-ға жуық мұғалім қатысты. Олар өздері жинақтаған теориялық және тәжірибелік біліктіліктерін өз студенттеріне үйретеді. Егер жоба сәтті жүзеге асырылса, мемлекет те, жұмыс беруші де кәсіби қайта даярлау саласына шығындайтын миллиондаған қаржыны үнемдеуге мүмкіндік алмақ. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Амантай Мәтенов, Атырау облысынан.